Сосын енді залда сұранбай қойын дедім біз, қасында адам бар. Аға түстен кейін жұмыста боласыз ба десем, немене, ант су ішейін бе, болам деп деді. Күлдім де кетіп қалдым. Сосын астыңғы этажда кездесіп айтады ғой. Жаңа сен не деп айттың маған? Түстен кейін орныңда отыр дедің ба? дейді. Сосын жұмыста бір қыз құлағына ұзын сырға тағып келіп тұр. Иығына дейін жететіндей бір ұзын сырға тағып, таңертең сосын жүрсін аға жұмысқа кіріп келсе, сәлеметсіз бе ғой? Сәлемет бе? Құлағыңа люстр іліп алғансың ба дейді. Сосын радиода сол біз анығында осы Жүрсін ағаның өзінің хатшысы, секретаршы қызы күйеуге шықты, Әсел деген қыз еді. Сосын бәріміз ұжым болып тойына бардық, тойдан кейін жұмысқа шықтық. Сосын Әсел тойдан кейін жұмысқа бір кешігіп келді таңертең. Сосын бір күні ауырып қалып келмей қалды. Сосын Жүрсін аға айтады ғой, Әсел, сен бұрын күйеуге шықпай тұрған кезде жап-жақсы қыз едің. Күйеуге шыққалы бері құрыдың ғой, біресе кешігіп келесің, біресе ауырып қаласың. Денсаулығыңа жақпаса ажырасып кетсеңші дейді өзі. Бір күні бір Бақанаста бір жиын болатын болды. Соған бәріміз осы радиодан шықтық. Жүрсін аға өзінің шопырымен шықты. Мен өзім көлігіммен шықтым. Сосын Мақпал Жүнісов апайымыз шықты өзінің көлігімен. Тағы біраз әншілер шықты. Өмірзақ Сәрсенов ағамыз өзінің көлігімен. Бекболат Тілеуханов ағамызға бір көлік шопырымен бірге берді. Сосын радионың алдынан шыққан кезде айтты. Бәріміз мына Бақанасын поворотында бұрылысына бір кездесіп алайық. Сол жерден бір тоқтаңыздар деп. Алматыдан шығып кеттік. Сол жерге барып машиналар тоқтап келіп жатыр. Сосын Бекболат ағаң айтып тұрған сол жерде жаңа ақаң менің шәкіртім, ол кісі Насыбай мен үйренген деп жаңа Насыбай шақша жайлы әңгіме болып жатыр. Ақаң менің шәкіртім, Шер ағаң да менің шәкіртім Шерхан. Ол кісі Насыбай мен үйренген болатын деп Насыбай жайлы әңгіме айтып тұрды. Чүкө шақшаңыз бар ма деп менікі машинада қалды деді. Өмкесін шақшаңыз бар ма деді. Менікі де машинада жатыр деді. Ана мен алып менікі ана машинада қалып кетті. Шопыр балаң аты кім еді білмей тұрмын деді. Ана жерде 5-6 шопыр өзінше әңгіме айтып тұрған. Мақсат деп еді, қарамады ана. Асқат деп еді, қарамады. Аты кім еді? Жүкең, білмеймін, шопыр бола деді. Ана машинаның ішінде шақшы жатыр, бір алып келші бер деді. Шақшаны алып келді. Атың кім еді сенің деп еді? Ербол деді. Жаңа сен айтқан есің бір әрпі жоқ қой мынаның ішінде дейді ғой Бекболат. Жүрсін ағаны біраз уақыт көрмей кеттік. Сосын өткенде былтыр кездесіп, ағаның осы кітап музейінде директор екенінен хабарым жоқ екен. Сосын кездесіп қалып, аға қайдасыз қазір, не істеп жатсыз, қайда жүріп жатсыз? Мен музейдемін қазір. Музейге кетіп қалдым қазір. Өзің қайдасың дейді. Мен де музейдемін дегансың. Сен ерте кетіп қалыпсың ғой музейге дейді мына. Жүрсін ағамыз өзі айтқандары көп негізі. Мына Шымкентте айтысқа барған ағамыз, сөйтсе сол жерде Ақмарал Леубаева ма, әлде Карима Оралова ма бір айтыскер ақындардың біреу келіп Жүрсін ағаны қонаққа шақырған ғой. Аға, не қылса кешіксін біздің үйде қонақта болыңыз, жақсы деп. Кетіп қапты, бір айналып келіп, аға не ғой, ет асып қойын ба, қуырдақ жасап қойын ба, үйлеріңде бір-ақ қазан ба не деп айтады. Жалпы, сосын мұна ағамыз бір айтыскер ақын үйленіп, аға енді құда болып жүріңізші деп еріп барған осы ақтаулық ақын ғой деймін шамасы осы. Ағамызды құдалық ертіп апты. Сөйтсе жаңа құда болып барған жерінде төрде бір 90-ға жақындап қалған бір ақсақал отыр дейді төрде жаңа. Жүрсін аға әңгімесін айтқан ғой. 4 ұлым бар, 4-еуінде аяқтандырдым, 3 қызым бар, 3-еуінде аяқтандырдым деп әңгімесін айтып отса Жүрсін аға айтады дейді. Өзіңіз қашан аяқтанайын деп отырсыз деп жаңа. Сөйтсе күйеу жолдас болып жүрген жігіт бір дәу жігіт екен де, екі иығына 2 адам мінетін дейді. Сенің атың кім деп, атым Қосқали десе, атың дұрыс қойып, саған бір қали аздық етеді деп айтады. Енді біреу еске түседі, біреу түспейді. Бірде бір қонақта отырса, жаңа жерде бір кісі отырып айтады дейді, енді кішкене діннен шамасы алыстау кісі болды ма екен, не обязательно ол Рамазан айында ораза ұстап деп айтады. Мен мысалға өзім ұстағым келген кезде ұстаймын. Мысалға қысқа қартай ұстаймын. Сондай ұстағым, не обязательно Рамазан айында ораза ұстап. Бізде Жүрсін аға айтады дейді, қадір түнін қай күнге белгілеп отырсыз деп жаңа. Тағы бір ағамыз айтады дейді. Енді жақсы сөз ғой, жаңа иншалла жұмақта кездесейік деп айтады екен да. Иншалла жұмақта кездесейік. Жақсы сөз ғой енді. Бір нәрсені айтады екен, иншалла жұмақта кездесейік деп. Қайта-қайта айта бергеннен кейін енді не қылып кетеді ғой. Жүрсін ағаға деген бірдеңені айтып, иншаллаға жұмақта кездесейік. Сен шақырып алып өзің кімге қалып жүрмеш? Бәріміз барып тұрған кезде деп айтады. Құтты болсын аға. Осында айтарыңыз таусылмасын.